Достар, Шығыс шаһар Өскемен қаласы Кішітау ауданы, міне Мәніп ақсақалдан сіздерге бір пайдалы ақпарат. Жаңағы өкпе ауру дейміз, туберкулез бойынша. Ақсақал, қазақ емді айтсаңыз, қалай қолданады, не істеуге болады? Яғни қасқыр бойынша айттыңыз, иә? Енді қасқырдың енді өзім жеп көргенім жоқ, ауырып көргенім жоқ, бірақ бұрынғы адамдардан естігенім қасқырдың етін сорпақ кәдімгі сол анағы жазылмайтұғын өкпе ауруына, туберкулезге соған қасқырдың етін сорпағы пішкенде содан қолма-қол жазылады деп айтады. Енді қасқырдың тағы мына кеңірдегін бұрынғы ақ болған малдың, енді ақтай тартылып кетті деп айтады малды. Соны кеңірдегін менен қосақты, енді қосақтап қойған қойды. Соны соққанда соны менен жоғалып кетеді деп айтады. Енді қасқырдың бауыры, сосын кейін мына алмас дейміз, жаңағы бір алмас деген үлкен дәрі бар. Содан да артық деп айтады. Bir жеріңе бір нәрсе шығып, бір немене тісің болмағанда қақсап, жан таптырмай жаса, соның қасқырдың бауырын езіп жіберіп жақсаң, соның өзі қолма-қол сауықтырып кетеді. Ол қасқырдың бауырын сақтап қойғанда, сол жылдан жыл өткен сайын неменесі дәрілік күшеймесе жоғалмайды. Ол тегінде ол қасқырдың бауырын мен өзімде сақтаған адаммын, бірақ ол дер кезінде болмаса одан кейін жоғалды ғой ол. Енді қасқырдың асығы деп бағана айттым, ол ангинаның тамақтың неменесіне мойынға тағып қойса соған емдеп. Енді бір тағы тырнақтары ақсақал, тырнақтарын айтады ғой, кейбіреулер сатып жатады тырнақтарын ақсақал, қасқырдың. Жоқ, оны толық білмедім. Енді оны тек қана былай болғанда тырнақтарын ана немене бұрынғы заманда баладардың бесігіне байлап кесіп өткізіп қояды. Оны анау бір көз тимесін, бүйтпесін дегендей жағдайменен сондай дүние. Жақсы ақсақал, рахмет. Міне Мәніп ақсақалымыз жаңағы қасқыр мен қазақ екеуі егіз ұғым ғой жалпы. Ақсақал соны бәрін зерттеп білген, қасқыр соққан талай өзі аңшы болған, жылқышы болған ақсақалымыз. Міне және де өте пайдалы қазақты жаңағы қасқырмен емдеген ақсақалымыз. Ақсақал телефон нөмірін айтып жіберіңіз, кейбір кісілер сұрайды. 775-501-64. Жақсы, рахмет. Достар, көрдіңіздер ғой, иә? Денсаулықтарыңызға өздеріңіз жауапты боласыздар. Мәніп ақсақал сіздерге пайдалы ақпарат береді. Осымен керек кісілерге бөлісіп, сақтап, лайк басып, пікір жазып жіберіңіздер. Аман болыңыздар. Ақсақал, аман болыңыз. Рахмет. Көп нәрсе айттық қой.